мен қажы қызбен танысқанда бір мін іздейтінмін. Бір адамда бір болады өзінің бір ұнайтын қылықтары болады, ұнамайтын қылықтары болады деген сияқты. Бірақ енді айналып келгенде ат айналып қазығын табады дейді ғой. Қанша болса да, мысалға, мына жерде қанша қызбен таныстық, көрдік, таза осы жерде көз жазымызда ақты ғой балауса ханым. Соның бәрі негізі бекер екен деймін да. Бірінші бақ дейді ғой негізі. Басыңа болған бақты бағалай білсең, қай жақта болсаң да бақытты боласың балауса ханым. Соның бәрін түсінгеннен кейін, бәрін ой-ойлығынан етіп өткізіп, осындай шешімге келдім. Әрине, Ринат, біріншіден сыртта болса да өз бақытыңызды тауып жатқаныңыз, одан кейін тіпті жақсы сіздердің екіге кеткеннен кейін қайтадан қосылып жатқандарыңыз үшін біз тек қуаныштымыз. Бақытты болғаныңызды көріп, біз одан да қуаныштымыз. Сондықтан ал енді жобаның уақытында сізбен енді түсінісе алмай, сәл-сәл байланысқа шыға алмай, сол кездері бір түсініспестік болған әрине өкінішті арамызда. Бірақ енді дәл қазір аяғы жақсы болып жатыр. Енді Анар ханымның дауысын бір естейік. Анар ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Иә, көргеніңізге өте қуаныштымыз өзіңізді. Сондай сұлу қыз екенсіз. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Балауса ханым, сізбен де танысқаныма қуаныштымын. Негізі бұндай нәрсе өзіме андай жат шамалы, үйреншікті нәрсе емес. Бірақ енді күйеуім блогер болғаннан кейін шамалы. Қобалжымаңыз. Уайымдамаңыз. Елдің көзіне түсуге жайлап-жайлап үйренісіп келе жатырмын. Ал енді сіздердің махаббат хикаяларыңызды білейік негізі. Қайда таныстыңыздар, содан бастап айтыңыздар. Одан кейін қайтадан кездесуге, қайтадан сезімнің пайда болып жалғасып кетуіне не себеп болды дегендей, жобаға келем деген сөздер қалай болды? Мүмкін Анар, сіз айтарсыз. Біз негізі 2023 ноябрь танысқан болатынбыз. Мен өзі Алматыда болатынмын. Сол кезде әлеуметтік желіде апам себепші болды. Бірақ ол кезде әлеуметтік желіде белсенді емеспін. Сол кезде номерін сұрап, сөйтіп хабарласып, сөйтіп танысып, өзінің несін білдірген болатын. Содан кейін сөйлесіп, жақсы жарасып кеттік. Одан кейін желтоқсан айында алып қашты келісіммен. Үйіндегілер жақсы қарсы алды. Бірақ 2024 февралында тойымыз болды. Беташар барлығы сол кезде болды. Әрі қарай өзі айтсын. Ринат? Иә, балауса ханым, ол кезде енді таныстық, той болды, бәрі болды. Одан кейін біздер енді жан жаққа кетеміз ғой, то Алматыға шақырады, то Астанаға шақырады. Соңғы Африкадан келгеннен кейін басталды айға жудың бәрі.